Дәмі өте керемет, әрі жасалуы оңай. Апельсиновый сок жасаймыз. Осы сокты ауызашарға жасасаңыздар болады. Бізге керекті заттар 3 лимон, 3 апельсин. Лимон мен апельсинді морозильникте 6-7 сағатқа қатырып аламыз, немесе 1 күн, 2 күн тұрса да болады. Осылай видеодағыдай турап аламыз. Осындай пияз езетінге езіп аламыз барлығын, немесе мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Сосын 2 литрлік банкіге жартысын салып, үстіне су құямыз. Қасықпен араластырып, үстіне 200 грамм шекерді салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін ситадан өткізіп аламыз. Дәл солай екінші банкіге де жасаймыз, яғни бізде 4 литр сок шығады. Біздің согымыз дайын, аз болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.